ең көп кездесетін am, is, are сөздері не мағынаны білдіреді, қай кезде қолданылады? Am, is, are бұл бізде болу немесе болып табылады деген мағынаны білдіреді. Болып табылады. Бұл бізде мынау am, is, are үшеуін үшке бөлеміз. I, мен деген кезде am қолданамыз. He, she, it, ол қыз, ол ұл деп үшеуін айтқан кезде is қолданамыз. Және you, we, they, сен, біз, олар деген кезде біз are көмекші етістігін қолданамыз. Бұл бізде мен осындай болып табыламын дегенді білдіреді. Мысалға, I am happy. Мен бақыттымын. Мен осындай болып табыламын деген. Мысалға, I am a doctor. Мен дәрігер болып табыламын. Немесе мына сөйлемге келетін болсақ, he is a student. Ол оқушы болып табылады деген кезде осындай сөзді қолданамыз. Осының орнына she is a student деп айтуға болады. Немесе itқа келетін болсақ, біз itті заттарға немесе жануарларға қолданамыз. It is a cat. Мынау мысық болып табылады. Мысалға, we are doctors. Біз дәрігерлерміз. Біз дәрігер болып табыламыз деген мағынаны білдіреді. Бұны қай кезде қолданамыз? Біз өзіміздің кім екенімізді айтқан кезде, қайда жүргенімізді айтқан кезде және өзімізді қалай сезінетінімізді айтқан кезде осы am, is, are сөздерін қолданамыз.